Сәлем, қалай жағдайларыңыз? Бүгін осы видеода мен сіздерге матрицада спортсмен белгісі қай жерде тұрады және оны неге дамыту керек екенін айтайын. Спортсмен белгісі матрицаны есептеген кезде 2-4 саны болып жатырса, міне сол спортсмен белгісі болып білінеді. 2-4 ол тек қана өзі қарапайым емес, тағы да 2 санына қараймыз. Екілік сан деген бізде энергия білдіреді. Егер де спортсмен белгісі бола тұра энергия аз болатын болып жатырса, ол кезде спорттың жеңіл түрлерімен айналысқан дұрыс. Ол енді плавание, гимнастика деген сияқты. Бірақ негізі міндетті түрде кез келген спорт түрімен айналысу керек. Енді мысалы болады ғой, адамдар айтады, мен уже жасым 40-қа келді, қай ненің спортымен айналысам мен деген уже болды ғой дейді. Көбінесе бұл айтылған совет беріледі балдарға, жас балдарға, кішкентай балдарға. Ата-анасы соны біліп, ерте бастан сол спортқа қарай беру керек. Егер де қазір уже үлкен есейіп кеткен адам болатын болса, онда енді хотя бы азанда жүгіру керек, үйінде жүріп гимнастика жасау керек. Егер де қалада тұратын болса, жаңағы фитнес-клубтарға барып, ең болмағанда аптасына 1-2 рет барып спортпен шұғылдану керек. Өйткені ол адамдарда егер спортпен шұғылданбаса, өте өмірі қиын болады, денсаулығынан біраз жаңағы қиындықтар көреді, ақша жағынан да біраз қиындықтар көреді. Сондықтан міндетті түрде спортсмен белгісі бар адамдар өздерінің жаңағы спортқа деген өзінің несін арттыру керек, сөйтіп спортпен айналысу керек. Тағы да бір айта кететін жай бар осы жерде. Спортсмен белгісі бар адамдар 2-4 және одан да көп, 3-4, 4-4 бар адамдар болады. Олар осы спортта үлкен деген жаңағы жетістіктерге жете алатын адамдар. Профессиональный спортта прям жетістікке жетіп, грамота алып, бірінші орын алатын адамдар осы адамдар. 4-тері көп адамдар. Олар былайынша ақша табу қабілеті де жақсы болады, түрлері де былай қарасаң шамалы әдеміше болып келеді, денсаулығы да мықты болады. Бірақ қасында тағы да жаңағы екілік саны энергиясы болу керек. Аз болса, енді профессиональный спортқа онда бара алмайды.